Атырау облысы көлеміндегі жасөспірімдердің жаздағы қауіпсіздігінің алдын алу мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Қазіргі таңда республика көлемінде қауіпсіз жол, құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бұл іс-шаралардың мақсаты кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Полиция департаментінің атынан ескерту: құрметті ата-аналар және оқушылар, өзен-көлдердегі қауіпсіздіктер белгіленбеген жерге суға түсу, осының бәрі әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Одан бөлек көлік құралдарын жүргізу куәлігі жоқ кәмелетке толмағандармен жасалатын жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында сіздерді осы заңға бағынуға шақырамын. Департамент тарапынан қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі, судағы қауіпсіздік, терезеден құлау жағдайлары бойынша түсіндіру жұмыстары, үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жұмыстар осы жаз айы бойынша каникул кезінде жалғасатын болады. Жалпы енді айта кетсем, көп жағдайдың бірі ата-аналардың балаларды қараусыз қалдыру жағдайынан тіркеліп отырған жағдай. Енді ескерткім келеді, жазғы уақытта балаларды қараусыз қалдырмай, үнемі бақылауда ұстап, суға жағалауларында жібермеу. Қазіргі білесіздер, орман, дала өрттері болып жатыр. Соған жақын орналасқан демалыс орындарында демалу кезінде балаларыңызды сіріңкені пайдалану бойынша қадағалауды сұраймыз.